69 сабақ. Дөңгелек сандарды ауызша көбейту және бөлу. Гүлбақтар мен саябақтар. Сен мың көлеміндегі сандарды ауызша көбейтуді және бөлуді орындайтын боласың. Гүлбақ пен саябақтарды безендіру үшін өсімдіктерден жасалған қоршау жиі қолданылады. Суреттегі қоршаулардың периметрін тап. Периметр табу үшін екі қабырғасын қосып екіге бөлем. 8-ге 8 қоссам 16, 16-ны екіге бөлгенде 8. Периметр тең 8-ге. Мына жерде 8-ге 80-ді қосасыздар, 88, 88-ді екіге бөлесіздер, 44. Периметр тең 44-ге. Мында 20-ны 10-ға қосасыздар, 30, 30-ды екіге бөлесіздер, 15. Сының периметрі 15-ге тең. Келесі екінші есеп. Салыстыр. 200-ді 3-ке көбейтесіз 600, мына жақта 500 шығады, мына жақ көп. 676, 600, мына жақ көп. 750, 800, мына жақ көп. 7 көбе 700 және 800, мына жақ көп. 1000 бөлінген 10, 10 көбейтілген 100, екеуі тең. 900, мынау көп. 441, 450, мына жақ көп. 3 тең болады. 7, 60, мына жақ көп. Мында есептейді. 30-ды 3-ке көбейтеміз 90. 3-ті 3-ке көбейтесіздер. 3 неше? 9. 9-дың артынан мына 0 тіркейсіздер. 90 болады, түсінікті ғой. Мына жерде 900, мына жерде 900 тоже. Мына жерде 3, мына жерде 90-ды 3-ке бөлгенде 30, 900-ды 3-ке бөлгенде 300, 900-ды 30-ға бөлгенде 30, 900-ды 300-ге бөлгенде 3. 40-ды 2-ке көбейтеміз 80, 40-ды 20-ға көбейтеміз 800, 4-ді 200-ге көбейтеміз 800, 800-ді 200-ге бөлеміз 4 болады. Келесі 4-ші есеп көбейткіш. 23-ді 10-ға көбейтеміз 230, 10-ды 40-ға көбейтеміз 400, 900-ді 9-ға бөлеміз 100, мына жерде болады. 20-ны 30-ға көбейтеміз 600, 4-ді 200-ге көбейтеміз 800, 310-ды 10-ға бөлеміз 31, 70-ді 10-ға көбейтеміз 700, 300-ді 10-ға бөлеміз 30, сонда 10-ды 30-ға көбейткенде 300 шығады. Бөлінгіш 250-ді 10-ға бөлеміз 25, 600-ді 30-ға бөлеміз 20, 700-ді 100-ге бөлеміз 7, 210-ді 10-ға бөлеміз 21, 500-ді 100-ге бөлеміз 5, 1000-ды 50-ге бөлеміз 200, жоқ 20, так. 20-ны 40-ға көбейтеміз, мына жерде 800 болады, мына жерде де 800 болады. Келесі 5-ші есеп. Әр бағанда өрнектер салыстыр. Бағандар қалай құрастырылған түсіндір. Есепте мына жерде 4-ке, мына жерде 8, 3, 2-ге қатысты сандар берілген. Қазір екеуін салыстырайық. Мына жақта 840, мына жақ көп, мына жақта мынау көп, мына жақта 8, 4, мына жақ көп, мына жақта 10, 10 тең болады. Жоқ, 100, мына жақ көп. Мында 60, 400, мына жақ көп, мына жақта мынау, мына жақта 4 және де 3, мынау көп, мына жақта 100, мынау көп. 6-шы есеп. Салыстыр. 600 қосылған 90. Біз мына бағанмен былай салыстырдық қой міне. Так, салыстыр. 700, 690 мына жақ көп, 100, 200 мына жақ көп, мында 360-ды 60-ға бөлгенде 6, мына жақта 60, мына жақ көп, мына жақ көп, 444-ді 9-ға бөлгенде 400, так, 453, 480 мына жақ көп, 300-ді 100-ге бөлгенде 3 тең болады. 87 мына жақ көп. Қоршаудың ұзындығын тап. Қоршаудың әр бөліктің ұзындығы бірдей және олар суретте көрсетілген дейді. Так, мына жақта қоршаудың ұзындығы, так, мына жері 2 метр болса, 1, 2, 3, 4, 8, мына жері 8 метр, мына жері 1, 2, 3, 6 метр, общий 8-ді 6-ға қосқанда 14 метр барлық ұзындығы. Жалпы мына жағы 6-ға, мына жағы 8-ге тең. 3 метр, мына жері 6 метрға тең,
мына жер 6 метр, мына жер 4 метр, жоқ, мына жерде 6 метрға тең. Енді барлық ұзындығы 12-ге тең. Так, мына жерде 4, мына жерде 4, сонда 8, мына жері 4, 8-ге 4 қосамыз 12, мына барлық ұзындығы. Келесі ауданы 32 см, ал бір қабырғасы 4 см болса болатын тік төртбұрыштың периметрін тап. Егер ені белгісізде 32-ні 4-ке бөлеміз. 32-ні 4-ке бөлгенде 8 бізде А тең 8-ге, Б тең 4-ке деп алайық. Б тең 4-ке. Периметрін табу үшін осы А-ны Б-ға қосып 4-ке бөлеміз. 8-ге 4 қосамыз 12, 12-ні 2-ке бөлгенде 6. Сонда периметр тең 6-ға.